Сәлеметсің бе, Әли? Бүгін біз сенімен математика сабағында 13 және 14 сандарымен танысамыз. Біз білеміз, бір ондықта 10 бірлік бар. Енді брус қанша? Текше қанша? Бұл қандай сан? Біз брусты бір ондық ретінде аламыз, алып отырмыз. Ал текшелер нешеу? Үшеу. Сонда бір ондыққа 3 бірлікті қосқан кезде болады 13. Енді 13 санын төмендегі торкөздердің ішіне әдемілеп тұрып жазып шығамыз. Келесі шалқам байламы қанша? Жеке шалғам қанша? Барлығы қанша шалғам бар? Енді қараймыз. Бірінші байламда неше шалғам бар екен? Дұрыс, 10. Ол бір ондықты білдіріп тұр, Жеке қанша? 4-теу. Енді 10-ға 4-ті қосқан кезде болады 14. Демек, 14 санын әдемілеп тұрып, төмендегі торкөздердің ішіне жазып шығамыз. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Түсіп қалған санды кестеге жаз. Өте қызық, қандай сандар түсіп қалған екен? Бірден кейін қандай сан тұрады? Әрине 2, 3-тен кейін ше? 4, 4-тен кейін 5, 6, 6-дан кейін 7, 8, 8-ден кейін 9, 9-дан кейін 10, 10-нан кейін 11 тұр, 11-ден кейін 12, 12-ден кейін 13, 14. Мінеке осылай жазып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14-ге дейін жазсам жеткілікті. Келесі тапсырма сандардың көршілерін тап. Бұл тапсырманы сен өзің орындап көруің керек. Бірінші тапсырманы, бірінші 11 санын айтып көрейік. 11 санның көршілерін. Алдындағы тұрған сан ол 10 болады. 11-ден кейінгі тұрған сан 12. Демек, 11-дің көршілері 10 және 12. 13, 9, 12 10 сандардың көршілерін өзің тауып, жазып көр. Және маған фотоға түсіріп жібере ғой. Жақсы ма, Әли? Келесі кездескенше сау бол.